Сәлем құрметті достар, Мың бала жобасының алғашқы кастингін бастау үшін біз Павлодар қаласына да келіп жеттік. Біздің бүгінгі мақсатымыз Павлодар қаласының жастарымен жолығып, олардың өнерін тамашалау. Сонымен қатар қаланың көрікті жерлерін аралап, Павлодар қаласының жастарымен сұхбат жүргізу. Мың бала жобасының негізгі мақсатын тағы да бір еске сала кетейік. Ауыл аймақтар мен қалаларды аралап, талантты жастардың басын қосып, Қазақстандағы қазақ тіліндегі тұңғыш TikTok хаусты ашу. Бізбен бірге болыңыздар. Бастағалы жатырмыз. Мұндағы мақсат біз Алматы немесе Астана емес, осындай аймақтардан облыстарға арнайы келіп, өнерлі балалармен танысып, ішінен жақсы өнерлі балаларды, талапты балаларды жинап алып, Алматыға алып барып, оларға біз TikTok хаусқа орналастырып, 3 ай бойына біздің мақсатымыз балалар, қазіргі өнерлі балаларды ары қарай тағы да өнерін дамытуға 3 айлық тренинг курс сияқты бір жұмысты жүргізгіміз келеді. Мен башарамыз, мүмкін сіз жар. Біз Павлодар қаласына да келіп жеттік. Мың бала хаус! Аты жөнім Аширов Мадияр, жалпы өзімнің хоббиім ән айту, өлең жазу, және де өлең оқу. Жалпы өзім арнайы педагогика мамандығында ПМП университетінің 3-ші курс студенті боламын. Өзім болашақта ән жазып, ән шығарып, және де жұлдыз болу арманым. Жалпы өзімнің жеке авторлық бір әнім бар, және де шыққалы тұрған 2 трек бар. Бұл әннің жүрегіммен тексерілген бақытты болу керек. Тек сеніммен, өмір сеніммен, бақыт сезілген. Күрес өзіңнен, тыңда сөзімнен, жүрші менімен. Жүректегі сезімдей уақыт өтіп жатыр бізге бұлай сезілмей. Көп естелік сені еске түсіретін бақытты түсінетін. Келе жатып қай жерге қарасам да сенің бейнең көзге оттай түсілетін. Негізінде жалпы Павлодар қаласында сол қазақилыққа былай бастау алатын жобалар жүзеге асып жата ма? Иә, мысалға біз осы универге түскен серпін арқылы осы Павлодар қаласының жастарын қазақилыққа баулу үшін келген жастар болатынбыз. Сол жайлап уже қазақилықты үйреніп жатыр. Қазақстан Республикасының призерінің ішілер Москва қаласында өткен чемпионат Еуропаның призерінің және тағы басқа облыс жарыстарда. Сізде қара белбеу ма? Иә. Қара белбеу иегерсіз, не үшін осы жобаға қатысқыңыз келеді? Ну, потому что TikTok в основном сейчас почти вся молодежь интересуется именно тиктоковскими видео, там та жизнь, та атмосфера как бы больше привлекает. И благодаря TikTok многие подростки делают выводы и берут для себя что-то полезное, что-то смешное, развлекательное. И хотелось бы в TikTok больше распространять казахского контента, именно качественного. Өзімді TikTok жағынан дамытқым келді. Жалпы TikTok көп қарайсыз ба? Иә, көп. Күніне неше сағат уақытыңыз кетеді TikTokқа? 3-4 сағатын точно кетеді. Біздің жоба, яғни Мың бала жобасының негізгі мақсаты ол Қазақстандағы қазақ тілде контент қалыптастыру TikTok желісінде. Енді сіздің осы қазақ тілінде қандай тың идеяларыңыз бар TikTokқа байланысты? Қазіргі жас адамдарды қазақшаландыру, патриотизм сезімін ояту және де рухани даму. Енді жалпы тағы да бір сізге сұрақ болсын. Павлодар қаласы туралы айта кетсеңіз, кішігірім Павлодар қаласының басқа қалалардан айырмашылығын айта кетсеңіз. Павлодар қаласының адамдары өте қонақжай болады и қарапайым. Сол. Рахмет, жалпы біздің кастингке уақыт бөліп келгеніңізге. Менің атым Қайрат Ержан Тұрарұлы. Мен жасым 17-те. Павлодар педагогикалық университетінің 1-ші курсымын.
физрук мамандығын оқимын. Туған жерім Бекос қаласы. Туасыз, иә? Немен айналысып жатырсыз? Мен TikTok, Instagram, блогер. Қанша жазылушы бар TikTokта қазір? 140 мың. Инстаграмда? 65 мың. 65 мың, иә? Жалпы біздің кастингке келуіңе не түрткі болды? Қандай себептермен келдің? Себебі өзім TikTok түсіремін, блогерлықпен айналысам. Сол үшін өзімді әрі қарай дамытқым келді. Қазір енді жалпы біздің мың бала хаусқа қосылып жатсаң егер, болашақта қандай жұмыстар атқарасың, қандай тың идеяларың бар? Сол енді анда чисто қазақша болғандықтан балаларды, қазіргі жастарды тек қазақша үйретуге, қазір көбісі орысша сөйлеп кеткен тиктоктарды көріп, біздің тиктогымызды көргеннен кейін біраз қазақшаға нетеді деген ойдамын. Ауысады. TikTok желісін түсіріп жүргеніңе біраз уақыт болды, Instagram желісінде де жүрсең. Қалай ойлайсың, осы мың бала жобасы бір өтімдірек бола ма оқырмандарға? Әрине, өйткені қазір көбісіне чисто орысша түсіріп жатыр, қазақшаға біраз адамдар андай не қызықты болады деп ойлаймын. Рахмет саған екен. Жалпы енді өзім айналысатын заттармен, және хоббиім ретінде айтатын кетсем, өзім өлең шығарамын, өлең оқимын, мәнерлеп оқу, сосын дубляж саламды жақсы көремін да, дауыстар салып, не салып. Первое отрицательное деген бар да. Не бабада толмайды, не жарамсызсың. Жарамсыз? Мен ба жарамсыз? Мүмкін сіз жарамсыз шығарсыз, а? Бір ғана балаңыз бар, и то игроман. Сен Марвел'ны ойлағанда ешқандай нәрсе бола бермейді. Джек, сонда сен мені алдағаның ба? Жо, мен сені алдамадым. Осы күнге дейін екеуміз достығымыз үзілмесін деп келе жатырмын. ППУ университетінде оқимын, бірінші курсов физрук мамандығына Бекос қаласынан боламын. Мың бала жобасын қалай дамытуға болады деп ойлайсыз? Вайн, челлендж, короткометражный по типу фильмов. Сәлеметсіз бе, менің есімім Гүлзат. Қазіргі таңда Павлодар педагогикалық университетінде қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болып оқып жатырмын. Болашақ мұғаліммін. Қазіргі таңда тележүргізушілік, сахнада әртүрлі іс-шараларды жүргізу, актерлық, актрисалық қабілет сияқты дүниелер мені қызықтырады. Және сол бағытта жұмыс жасап жатырмын. Былтыр Харизма жастар театрында 1 жыл бойы өнер көрсеттім, сонда білім алдым, спектакль қойдық. Қазіргі таңда Арт-Гала театрына ауыстым. Блог жүргізген ұнайды, күнделікті өмірді түсірген. Әртүрлі, енді блог ұнайды маған, блог түсірген, бірақ қазір түсіріп жүрген жоқпын. Былтыр мысалға мен Павлодарға келдім, мен Шымкент қаласынан келдім. Былтырғы мені қызықтырды Павлодар қаласы. Осы жақтағы өмір, яғни бұл жақты көбісі орыстанып кеткен деп есептеді ғой. Енді мен шымкенттік достарыма Павлодар ондай емес деген сияқты Павлодардың өмірін түсіруге тырысып жүрдім. Қойман бодан, керегіне көк тастың. Қыста ақ қар, жазда шалғын шөп бассын, өзің келген маяйында ақ нөсер бізбен бірге ағыл тегіл жоқтасын. Көнген жаным, қазаға, жазаға да өкпелеме, сен енді жазалама. Шын болса табыстарымыз ақиретте, қазірге жаным мені мазалама. Жасым 22-де, қазіргі таңда осы Павлодар педагогикалық университетін бітірдім. Биыл бітірдім, және осы университеттің колледжінде тарих пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Егер де сіз біздің мың бала жобасына өтіп жатсаңыз, алдағы уақытта қандай үлесіңізді қоса аласыз? Не бере аласыз жалпы? Негізі мың бала жобасына мен не бере аламын? Көбіне осы поэзия жағынан үлесімді қосқым келеді. Яғни қазақ поэзиялары, қазіргі таңдағы дамып жатқан ақындардың өлеңдерін оқып, сонымен қатар театралдық жағынан да көптеген өз үлесімді қосқым келеді. Қай жанрда болмасын, қай образда болмасын, өз үлесімді қосқым. Өзімде сол спектакльде ойнағанмын, режиссер болғанмын, барлық жұмыстарын өзім істедік. Тағы не істей аламын? Сонымен қатар өлең оқимын, поэзия оқимын. Республиканский жарыстан 2-ші орын. Ойламадың, сен мені еске алмадың. Алар бір кез адамдар кешкен жалын. Өмір деген кетеді өкіндіріп есіңе алма. Бірақ та кеш қалмағын. Есімім Мүсенов Темірхан болады. Өзім жай айтсам, енді мен өлең жазам, өлең шығарам. Және де театрда әртіс ретінде танылған. Және де менің басты мақсатым ол қазақ тіліне деген сүйіспеншілікті ояту. Және де әсіресе солтүстік өңірде қазақ тіліне деген сүйіспеншілікті оятып, өлеңге деген қызығушылықты ояту. Жалпы Темірлан, енді қандай мамандықта оқисыз? Жасыңыз нешеде?
жасым 23-те, физкультура және спорт маманы. Өте керемет. Жалпы TikTok желісін қарайсыз ба? Иә, қараймын. Ал Instagram желісін? Әрине. Жалпы сізге мынандай бір кішігірім таңдау болсын, TikTok әлде Instagram? Instagram әрине. Өте керемет. Жалпы Instagramда қарайтын қандай блогерлеріңіз бар? Менде негізінде блогерлер емес, эксперт сияқты сондай бір танымды, сондай бір пайдалы кісілерден қараймын. Ол Беріл Вакерке пиар менеджер, сондай бір Альбина Бектенова сияқты эксперт менеджер, және де тағы басқаруға. Жалпы енді өзіңіз TikTok желісіне де сондай бағыт алып келуге көзқарасыңыз қалай? Негізінде керемет, сондай бір, өйткені ол пайдалы, сондай бір танымдық егер рөл атқарса, енді мысалы қазақ әдебиетіне деген, қазақ мәдениетіне деген сондай бір салт дәстүрді қалыптастырса, не мысалы, ол өте бір сондай бір жаңа рөл атқаратынына сенімдімін. Енді сол TikTok, Instagram желісі арқылы қазақ тілін қалай жақсы насихаттауға болады? Мысалға TikTok желісі дейтініміз ғой. Сонда бір жастар театры деген бар негізінде. Сонда бір Астана ма немесе Астана қаласында. Сондай бір қарасан, сондай бір мәдениеті, сондай бір қандай бір құдірет күш бар деп санайсың. Сондай бір танымдық, сондай бір мәдениет ала келетін көресің. Сол себепті TikToktың сондай бір рухани азық көретінін сенімдім. Және де алдағы орайда енді комменттерін оқысан, сондай бір қайда, қашан, сондай бір театрлар болатын, сондай бір көресің. Ондай бір қуанышты жағдай негізінде. TikTok желісін театр арқылы мысалға дамыту, және де оратория сияқты, және де басқа мысалға желілер арқылы дамытуға болады. Жалпы енді өзіңіз бір тәулікте қанша сағат уақытыңыз TikTok желісіне жұмсалады? Негізінде 30 минуттай, негізінде 1,5 сағаттай мысалға. Мен көбінесе сондай бір театр негізінде, көбінесе әдебиет, сондай бір қараймын негізінде. Жалпы енді өзіңіз айтып жатырсыз, театр, әдебиет желісінде деп. Жалпы біздің қазіргі контенттерде ондай заттар, ондай дүниелер табылып жата ма? Әрине табылып жатады. Енді сондай бір рекомендациядан шыға алса, сондай бір шығуы мүмкін. Сондай бір пайдалы, сондай бір кеңестерін көре аласың. Рахмет, Темірлан, саған шығармашылық табыстар тілейміз. Жалпы алдағы уақытта біздің мың бала жобасының құрамынан табылуыңа тілекшімін. Рахмет үлкен. Жоқ, Төлеген Айбергенов ана туралы өлеңі. Арманымды ақтардың бат жүрегімді тіресем, айға сілі қарындасың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет күш деп түсінем. Сенді қуат болар, бәлкім басын иді көк маған. Әрке сенен туғанымды еске алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қылмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүр бақ, қас қаққанша боламын мешерменде. Жетім емес киянанын жетімдігін көргенде. Жас түңгіліп буылғамды ызадан. Маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. О аналар, ана керек адамда. Анасыздар, ан сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта дерді ананы. Даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Жалпы қазақ рэпінің жанкүйерімін мен. Жалпы Павлодар педагогикалық университетінің қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін, жасым 20-да. Жалпы менің қызығушылықтарым шығармашылықты жақсы көрем. Шығармашылықтың әр жанры, актерлік қабілет болсын, поэзия оқу болсын, сонымен қатар қазіргі таңда заманауи нәрселерге де қызығам. Жалпы өзім Инстаграмды былай жүргізем, бірақ белгілі бір Инстаграм тек стористерді ғана жүргізем. Атак өзімнің бір белгілі бір контентім жоқ, бірақ алдағы уақытта өзіме биыл мақсат қойғанмын, сол Инстаграмда арнайы бір контентімді жасап шығарсам деген. Жалпы негізі кішкентайымнан бастап журналистикаға қызығам. Өзім негізі журналист болғым келген. Сол. Сөйтіп осында түсіп кеттіңіз, е? Журналистикаға тапсырдыңыз ба? Негізі былай айтсам болады, мен негізі журналистика деп келдім 11-ші сыныпқа дейін, бірақ өзімнің алдымдағы выпусктарды көрген кезде журналистикаға тапсыру ол 130 балдан жоғары. Бірақ мен өзімнің мүмкіншілігімді көріп, ол мамандық
қатысуге өзім мүмкіншілігім жетпегендіктен мен жалпы сол бағытқа жақын деп қазақ тілі әдебиет таңдаған болатын. Негізі алдағы уақытта магистратураны журналистикаға оқып, сол салаға бәрібір кету ойда бар. Қызылорданың қай жеріненсіз? Өзіненмін. Тикток жүргізбейсіз? Тикток жоқ. Қазір бізге не көрсетесіз? Негізі поэзия оқимын, рэп оқимын. Рэп оқисыз ба? Рэп. Бүгін рэптің несі бар ма, минус бар ма? Минус болғанда мен де просто четко, мен жазбаймын. Бірақ өлең шығарам, өзімше. Рэпті оқыған кезде минуспен оқисыз ба, музыка қойып берсін ба? Жоқ, керек емес. Негізі, минуссыз оқисыз, Ну, негізі ол жерге рэпті айналып келген жоқпын мен. Бірақ білесіз, Бірақ, иә. Қай рэпті оқисыз? Ал, жалпы қазақ рэпінің жанкүйерімін мен. Кімнің трегін оқисыз? 91. Жатқа білесіз, Барлық трегінің рэпін жатқа білем. Білесіз. Давайте, қайсысын орындасын? Қайтадан рэпін орындайсың. Қалдырма мені сөнген, сезімді қайтар өзгерт. Менімен қайта айтпа қиын деп сайттан алғыр махаббат арадағы бір жырылды ол қайтады. Араққа шықтық, сенде болған сезімдерді қашырды, бірақ кімде кінә болды жүрек күмән туды, жүрек ауырады сірәға шықпын. Алатау алтай менен атырабым, арасы жалбақ жатқан атырабым. Бабамның ізі қалған әр тасында, санасам сарыарқаның шоқыларын. Өлге біздің ауыл жайлаған жер ай, желіге асау қолын байлаған жер ай, көзіме от жалындай көрінеді ау, айқасып қолындайдай ойнаған жер ай. Бірінші курспын. Жалпы хоббим айтатын болсам ол поэзия. Мұқағали Мақатаев оқуларын үшінші дәрежелі лауреатымын. Және де күреспен айналысам, дзюдо, қазақша күрес. 6 ай актерлікке барған болатынмын, Бойтұмар деген Екібастұз қаласынан боламын өзім. Шыдам болмай жазамын. Маған сенің жоқ секілді айтарын. Ұнатқаным бар екенін байқадым. Сындырып айтпадым ба басында? Мен де адамын, түсінемін, қайтамын. Мен сен үшін болмаймын мен дала. Арман, кейде соған сенді адам. Айтпадым ба, еркетпей ботаным деп, қаламаймын демедім бе? Сен маған келбетіне кейде сырттай тесілсем, сағынғаннан шығар бәлкім, кешірсен. Мүмкін бәрін ұмытам деп ойладым. Телефоннан суретіңді өшірсем. Ақ бұлттай, тәнің таза жанныр, ақыл есім жүрегіңді бағындыр. Мен де сені сағындырам бір түні. Қазір мені сағындырсан, сағындар. Мен қазір жасым 17-де. Мен қазіргі таңда бірінші курс студентімін. Павлодар педагогикалық университеттің мамандығым бастауыш мұғалімі болашақ. Және де мен негізінен биге қызғамын. Бүгін жалпы кастинг қалай өтіп жатыр? Кастинг өте жоғары деңгейде өтіп жатыр, керемет. Көңіліңнен шықты ма жалпы? Көңілден шықты әрине. Өзім жайлы айтатын болсам, жалпы немен айналысасың? Биографиямен айналысамын, өлең оқимын, мақала жазамын, тағысын тағы. Биографиямен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Биографиямен айналысып жүргеніме 1 жылдай уақыт болды. Осы қазіргі таңда Павлодар педагогикалық университетінің, өзіміздің университеттің биографы болып жұмыс жасаймын. Бастағаныма көп болған жоқ, осы жылдан бастап айналысамын. Сәлеметсіздер ме? Есімім Әсем. Осы Павлодар облысы Екібастұз қаласының тумасымын. Павлодар педагогикалық университетінің түлегімін. Қазіргі уақытта сол өзім оқыған университетте жастар саясаты департаменті бөлімінің маманы болып жұмыс жасап жатырмын.
Менің жұмысым жалпы студент жастармен бірге жұмыс жасау, іс-шараларды ұйымдастыру, студенттік парламенттің мүшелерімен жұмыс жасау болып табылады. Қазіргі уақытта осындай жобалардың арқасында біз қазіргі Қазақстанның әр өңіріндегі талантты жастардың қаншалықты көп екенін және оларға қолдаудың қаншалықты қажет екенін көре аламыз. Жалпы бұл жобаның аясында қазіргі уақытта біз Павлодар облысының орталық жағалауында TikTok түсіргелі жатырмыз. Негізінен бұндай жобалар жастарға қолдаудың ауадай қажет екендігін көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанның әр өңірінде өзіндік бір өнерлі жастардың өзіндік бір нақышы бар. Ол өнерге қатысты болсын, мысалға сахнаға шығудан бөлек жалпы шығармашылықты жалпылай алғанда әнмен айналысу, бимен айналысу болсын, әр шығармашылық адамның өзінің қолтаңбасы болады. Және кез келген шығармашылық адамының ең басты мақсаты ол көрерменге танылу, бір мойындауға ие болу, яғни қолдау көру. Сол қолдауды көрсетіп жатқан үшін әрине ұйымдастырушыларға ең алдымен алғыс айтқымыз келеді, жалпы жастардың атынан. Себебі бұл жобаның арқасында жаңағы атап өткен мүмкіндіктердің барлығы жастарға ашылады деп ойлаймын. Жалпы енді Павлодар қаласының жастарымен өзіңіз жұмыс атқарып жатыр екенсіз. Осы 1000 бала жобасында Павлодар жастарының көзқарасы қалай жалпы? Енді сіз пікір алмасқан шығарсыз алдын ала. Жастар әрине ең алғаш естіген кезде көп бөлігі өте қобалжулы болды. Бірақ кастинг өткен кезде біз кастинг барысынан байқадық. Мысалға жастардың қаншалықты ынталы екендігін, қаншалықты қызығушылық танытатынын бұндай үлкен жобаларға. Себебі бұл әрине үлкен мүмкіндік, атап өткендей. Кез келген шығармашылыққа қызығатын жастың әрине ең алғашқы мақсаты осындай мүмкіндікке ие болу. Бұндай мүмкіндік аудандардан, ауыл аймақтан шыққан жастарға ауадай қажет деп ойлаймын. Жалпы енді біздің 1000 бала жобасына әрмен қарай өзіңіз өтіп жатсаңыз, қандай ойларыңыз бар жүзеге асыратын? Ең алдымен мен ойлаймын, кез келген жобада менің ойымша кез келген жобаның ішінде шынайылық және де жанып тұрған рух керек. Бұл жобаға қатысушы ретінде өтетін болсам, менің ең алғашқы мақсатым бұл жастардың танылып қана қоюы емес, ол тұлға ретінде өсуі, олардың рухының мықты болуы. Одан кейін әрине ол өмірдегі әр адамның өз миссиясын мысалы түсінуі мүмкін. Шығармашылық жастардың көбісінің миссиясы сол ғой, мысалға көрерменге өзінің таланты арқылы танылып қана қоймай, шығармашылық арқылы мысалға елде болып жатқан мәселе болсын, ішінде болып жатқан мәселе болсын, шығармашылық арқылы біз адамдардың ішіндегі болып жатқан, шығармашылық арқылы біз адамдардың ішінде болып жатқан, мысалға немесе алыс шалғай аудандарда болып жатқан мәселелер туралы түсіне аламыз. Бұл өнердің өте үлкен миссиясы, өте үлкен мақсаты кез келген өнер адамның, шығармашылық адамның проблеманы халықтың мысалға мұқтажы болуы мүмкін ол нәрсе өнер арқылы жеткізу. Яғни жастар қазіргі уақытта осы жобаға қатысу арқылы сол нәрсені толықтай көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Қаншалықты бұндай қолдаудың қажет екендігін көрсетіп жатыр. Үлкен рахмет. Енді сіз осы Павлодар қаласынан екенсіз. Енді сізге қысқаша сұрақ болсын. Павлодар қаласының сіз үшін басқа қалалардан ерекшелігі? Ең алдымен бұл қала маған есеюге көмектесті. Есеюге, яғни менің студенттік шағым осы жерде өтті. Бірінші курстан бастап Павлодар қаласына келгенде мен ең алғаш бұл қаланы көргенде көңілім өте қатты түсті. Өйткені менің мақсатым барлық жастардікі сияқты үлкен қалада, мысалы Астана немесе Алматыға түсіп, сол жерде мысалы студент атанып, студенттік өмірімді сол жерде өткізсем деген арманым болды. Бірақ керісінше Павлодар қаласына оқуға түскенім, осы жерде студенттік өмірімді өткізгенім мен үшін қайырлырақ болған шығар деп ойлаймын. Соның арқасында тұлға ретінде қалыптаса алдым. Соның арқасында көп достар таптым. Яғни өз туған жерімде оқысам да, Қазақстанның түкпір-түкпірінде мысалға достарым бар деген сияқты. Ең алдымен бұл қаланың атмосферасы, одан кейін бұл қаланың адамдары, үшіншісі әрине бұл қаланың жастары. Жастар белсенді, жастардың белсенді болуы, өнерге жақын болуы, және де өнерге деген өзіндік көзқарастарының болуы. Яғни ол көзқарасты біз қай аудан, қай
қай жақта болса да Павлодар облысының мысалға өнерпаздарының қолтаңбасын байқай аламыз. Қазіргі уақытта өнерде жүрген мысалға Иманбек болсын, Скриптонит болса да барлық жастар таниды. Бұл кісілерді шығармашылықта, өнерде барлығының өз қолтаңбасы бар. Сол нәрсені өте ерекше бір тұсы деп айта аламын жастардың. Ассалаумалейкум, менің атым Илья. Мен Аққулы ауылдан тұрамын. Я учусь в 8 русском классе, занимаюсь вольной борьбой. Моя мечта побывать в городе Алмата, Тарас и Шымкент. Очень красивые города. Охота посетить экспо, музей. И охота посетить родину Абай Кунанбаева. Мен Атмали, жасым 15-те, 9 сыныпта оқимын. Домбырамен шамалы 3 жыл айналысып жүрмін. Туған ауылым Аққулы, осы ауылда тұрамын. Ауылым өте әдемі, Ерсін жағасына орналасқан. Осы Аққулы аталуым себебі баяғы кезде осы Аққулы ауылының қасында бір көл болған. Оның аты Лебяжі болды. Содан Аққулар мекендеген. Киелі құс қой Аққу. Көп мекендеген. Содан кейін осы ауылдың атын Аққулы деп қойды. 1930 жылдардан кейін адамдар осы ауылға келе бастағаннан Аққулар мекендеуін қойды, бірақ атауы солай қалды. Осы TikTok-тан қазақ тілінде көп контент шыққан дұрыс болар еді. Осындай тарих аға сияқты, сосын тағы да бір блогер бар, химия пәнінен түсіреді. Қазіргі аниме қарайтындар бар ғой, соның темасын алып, оны түсіндіреді жақсы. Балаларға түсінікті болу үшін. Қызық жермен түсіндіреді. Сондай көп болса күшті болар еді. Мен TikTok түсірсем, күйлер ойнап, осындай Адай, Бал Браун деген сияқты әлқиса күйлерін ойнап, қазақ салт дәстүрін күйлерін насихаттаушы едім TikTok арқылы. Оған лайк жинаушы еді, рекомендацияға шығып, бүкіл Қазақстанға шығушы еді. Одан да ары қарай шығушы еді. Қуып сағындым, іздеймін бала, балғын шағым